көшеде бағдаршам жоқ, болмаса жол белгісі жоқ жерден өтіп бара жатқан балаларды көрсеңдер қандай шара қолданасыңдар? Жол ережелері деген іс-шара ұйымдастырайық. Іс-шараға қызығып қатысқан балалар жол ережелерін жаттап алады. Сонда олар жолдан өтпеу керегін, бағдаршамнан өту керегін, егер жолда кесіп өткен жағдайда үлкен өте оқиға орын алатынын түсінетін болады. Сол себептен біз осындай іс-шараларды ұйымдастырайық. 7 жастар арасында кішкентай балалар, мысалы 5-6 сынып арасында неліктен балаға сөз айту көп тараған. Тәрбие тал бесіктен дейді. Яғни сіздер кішкентай балаға, мысалы, әке боқтаған кезде ол естіген бала, ол ойында ештеңе жоқ, ол сөзді қайталайды. Ол бала өсе келе, ол сөздің жаман екенін түсінеді. Яғни ол сөзді айтқан кезде ата-анасын ұрыс еститінін біледі. Яғни ол ортада ешқашан олай боқтамайды. Ол сөзді қайталап айтпайды. Бірақ ол қоғамда достарына келген кезде боқтайды. Достарының қасында еркін сөйлейді. Түбінде тәрбие тал бесіктен. Боғауыл сөздер, жаман қасиеттер барлығы бесіктен шығады. Жасөспірімдер арасындағы ішімдік пен темекіні қалай жоюға болады? Магазин, супермаркеттердегі сатушыларға тыйым салу керекпіз, ана 18-21 жасқа толмаған оқушыларға сатуға. Егер де байқап қалатын болсақ, жасөспірімдер арасында оларға ата-анасына бірінші хабар жеткізу керекпіз. Және де ескерту жасап, керекті тыйым айыппұлын салып, бәріміз шешу керекпіз. Кеңес ретінде айтайын. Жаңа да айтып жатыр, біреудің жүгінеміз деп, сыныпта біреу төбелесі ма, сынып жетекшіге барып, сенің, значит, күшің жетпейді, сөзің өтпейді сыныптасыңа. Сол себепті сынып жетекшіңе айтасың, басқа адамдарға барып айтасың, соларға жалып жасайсың. Значит, сенің оған досыңа есің жоқ. Сен досыңмен сырлас, ақылыңды айт, көмектес, сырлас, дос бол. Сосын екі жақты достастыр. Кешірім сұрасың, сол достастырып барып кешірім сұрайта аласыңдар. Жаңағы санаң тереңірек білімді болса, сен досыңа көмектесе аласың. Сен оның санасына кіргізе аласың, тәрбиелей аласың. Абай Құнанбай атамыздың 38-ші қара сөзінде надан адамдар туралы айтып өткенде, мысалы, лай су бұлақ басынан қалай ақса да ол тазармайды, мөлдір болмайды деген. Яғни ол қанша надан адамның санасына қанша келтіріп тиіп айтсан да ол ұқпайды сөз. Айтады ғой, қанша жаман адамның қасиеті болса да, әйтеуір бір жақсы қасиет болады. Жақсы қасиетті адам оята білу керек. То, что бетіне жаман қасиетін баса бермеу керек ол жерде. Жақсы қасиеті бар адамға жаңағы нәрсені айтыңдар, жақсы қасиетін шешіп шығарыңдар сол адамнан. Жақсы қасиеті басымырақ болса, жаман қасиеті оның азаяды, жоғалады. Қорытындылай келе, мәселені жан-жағынан қарап, бұны барынша ақылға салып шешкеніміз жөн. Және де осы тұста біздің мектебіміз ең үздік медиатор деп табылады.